арман гүлімсің, сағына салған жырымсың. Шырағы өмірімнің, шуағы көңілімнің, көктемде жаным жылынсын. Бұрын соңды Шамшырақ тобы жөнінде естімеппін, алайда әндерін тыңдап жүр екем. Бүгін Махамбет Өтемісов атындағы Қазақ драма театрында топ алғашқы есептік концертін беріп жатыр. Бұл Шамшырақ тобының туған жері, сондықтан олар репертуарындағы барлық 16 әнін осы сахнада шырқамақ. Бірге осы әнді, шырқайық бірге осы әнді. Жалпы концерттің басты мақсаты жаңа Абай ағамен бірігіп қою себебіміз енді біріншіден ол бөлінуге жатпайды әрине, бірақ та енді батыстық ағамыз болғасын, өнерде ең жақсы көретін ағамыз осылай бір-бірімізге ұсыныс тастап бірігіп жас шыққан топ болғандықтан. Сіздер топ бірігіп қойғансыңдар. Кім арқасынан көтерілгісі келеді дейді да. Может, Абай Бегей біз арқылы Шамшырақ Абай Бегей тұру, ондай мақсатта емес. Біз жалпы ағалар ретінде бізге ұсыныс жасап, біз бір-бірімізге ұсыныс жасап, бірге қойық деп. Бір-бірімізді таныстыру, елден бата алу, жаңағы бір-біріміздің шығармашылығымызды біріміз ашып, толықтырып дегендей осы мақсатпен қазір концертті бағдарламада Қазақстанның әр түкпірінде, соның ішінде Орал, Ақтөбе, Атырауға келіп жатырмыз, енді бұйырса Ақтауға қоямыз ба деген ойымыз бар. Жалпы Шамшырақ тобы 2012 жылы наурыз айында құрылды. 2 жылға жуық жұмыс жасап келе жатырмыз. Репертуарымызда 18-ге жуық ән бар, бір бейнебаян. Болашақтағы жоспарымыз осы жақын арада екінші бейнебаянды түсіргелі жатырмыз. Жалпы продюсер жоқ. Бірінші Алла, екіншіден өзіміз, бірақ көмек беретін ағаларымыз көп. Лұқман Жолдасов ағамыз бар, Арман Дүйсенов дейтін ағамыз бар, біраз әншілер бар, көмектесіп жатыр. Соларға да шексіз ағаларымыз, өнерде қолдау көрсеткен ағаларымыз көп. Бұлай продюсерге бағынатындай ондай продюсеріміз жоқ. Өзіміз бір-бірімізге продюсеріміз. Бірінші бейнебаянға түсіруге Сұлтаниет Алиев деген ағамыз көмектесті. Алдағы жоспарларымыз осы концертті ары қарай жалғастыру, жаңа оңтүстік Қазақстан облысы, солтүстік Қазақстан облыстарында және осы екінші бейнебаянымызды түсіру, және бір 5-6 жаңа ән бастап қойғанбыз, соны халыққа таныту тезірек. Көп негізі. Бізге көп жұмыс істеу керек. Жұмыста көп, сондықтан енді өздеріңіз көре жатарсыздар, еңбегімізді бағалай жатарсыздар. Ақ қанат аққусың, сен маған бақпысың, сен едің періштем, жүрегімде аялаған. Сонымен қатар Атырау жеріне алғаш рет Абай Бегей аяқ басты. Абай Бегеймен сұхбаттасайық. Келбетіңе тамсанам, жұлдызбысың, аймысың, бар сұлулық тән саған, қалықтаған аймысың. Салтанатты әнімен аралаймын гүл бақты, сүйдім сені жаныммен, шырымдайсың бау тәтті. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Мынау енді Атырау халқына, Атырау қаласына, Атырау аудандарына концертпен келгенбіз. Негізінде Шамшырақ тобымен осы жылдың басында Алматы облысында концерт бердік. Одан кейін Орал қаласында бердік, Ақтөбе облысында бердік. Енді сіздерге міне ат басын тіреп келдік. Осы 3-4 күн бұрын негізі Ақжайық ауылында бастадық. Одан кейін Махамбет ауданында бердік. Кеше Құлсары қаласында болдық. Міне бүгін Алла беріп сіздердің осы Атырау қаласына келіп концерт беріп отырмыз. Бізге өте ұнап жатыр. Себебі өзіміз батыстан болғаннан кейін Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Орал бізге ыстық тартып тұрады әрқашан. Лұқпан ағамыздың студиясында бәріміз бірге жұмыс істегеннен кейін ақылдасып отырдық та, осы концерт берсе қалай болады деп сонда идеядан шығып кетті. Олай енді бүйтіп, біз батыстықпыз, біз оңтүстіктіміз деп бөлінбейміз. Солай бір сәтте солай болды да, сол енді Шамшырақ тобымен сіздерге концерт беріп отырмыз қазір. Мен енді жақында осы
жаңа аспанға қараймын деген әнімізге жаңа кубалық әншілер өздерінің тілдерінде сол Кубада орындап айтып жүр екен. Солар Қазақстанға келіп біздерге ұсыныс білдірді. Осы әнді бірге айтса қалай қарайсыздар, бейнебаян түсірсек деп. Біздер келісім беріп, енді сол әнге жақында бейнебаян түсірдік. Енді осы телеарналардан қазір көрсетіп жатыр. Жермаралда елесен, ялтаңдаған көсемнен, махаббаттың кемесен, араласаң өсенмен. Енді алдағы уақытта олар бір көпілетін жаңағы өздерінің кубалық тілде айтайын деп жатыр. Бұйыртса 4 декабрьде Кубада концерт болады. Соған енді қазірге виза жасап жатырмыз. Соған бұйыртса сол концертке барып келеміз. Бұлар негізі бізден рұқсат сұрамай негізінде айтып қойған әнді. Өздерінің Кубада айтқан, одан кейін Қазақстанға да келіп бір тойларға айтып жүрген авторский права заң жағынан алғанда бұлардан көлемді кәдімгі қаражат талап ететіндей болып шешіп еді басында. Біздер енді қазақ болғаннан кейін кішкене мейірімдіміз, кешіре салайық, ол қазақтың әні шырқалып жатқан. Ол егер оған тоқтау қойып тастасақ, ол қалай болады ар жағы дедік те, келісіммен сөйтіп жарайды онда бірігіп түсірейік дедік те, бейнебаян жақында түсірдік. Енді мен қазірге басқа әндерді жасап жатырмын, бұйыртса сол 5-6 әндеріміз бар. Бірақ енді жылдың аяғына қазіргі таңда осы администрация тағы да шығып, Россияға шығып жатыр. Тимати деген әншіге. Ол әнші енді басқа мемлекеттің әншісі. Өткенде Турцияда өткен концертінде де жаңа аспанға қараймын, аспанға қараймын жапқан. Өткенде Бакуде өткен концертінде солай болған. Осы Қазақстанға келсе де сол аспанға қараймды это мой любимый песня деп айтқанға мен бірінші рет интернеттен көрген кезде өзім кәдімгі көзіме жас шығып кетті. Менің атымды айтпаса да, менің атағым шықпаса да, сол қазақтың бір әні, сол басқа мемлекеттің адамдары айтқанына, соның ішінде жаңа қарабалдардың айтқанына өзім іштей қуанам. Ұсыныс болды, ол осыдан бір айдай бұрын. Енді соған дайындалып жатырмыз. Егер уақыттарын белгілеп жатсақ, сол кәдімгі Москваға барып, аранжировкасын жасап, сол Тиматимен бұйыртса бір клип түсіреміз алдағы уақытта. Мына сіздердің Жас ТВ интернет арнасында да үлкен кәдімгі рахметімді айтамын, сіздерге де шығармашылық табыстар тілеймін, тыңдармандарыңыз, көрермендеріңіз көп бола берсін, амандықта жүрсек. Молодцы.